Бүгін ең қасиетті түн Қадір түні. Бұл түнде жасалған құлшылық, ойлаған арман орындалады деген сенім қалыптасқан халық арасында. Сол себепті де мұсылман қауымы осы түнді құлшылықпен өткізуге тырысады. Қадір түннің қасиеттері жайлы тілшіміз тарқатып айтады. 12 айдың сұлтаны ораза айының соңғы 10 күндігінің бірінде болатын Қадір түні биылғы жылы шілденің 23-нен 24-не қараған түніне келіп отыр. Бұл түні періштелер мұсылмандарға дұға оқып тілеулес болады. Жасалған ғибадат 1000 айға, яғни 83 жылға тең. Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні. Дегенмен дәл қай түн екені белгісіз. Сондықтан тақуа кісілер ораза айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізеді. Түннің Қадір деп аталуының бірден бір себебі Алла тағала Жәбірейіл періште арқылы жерге, яғни Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам қасиетті Құран кәрімді түсірген дейді Қызылжар орталық мешітінің бас имамы Кенжетай қажы Дүйсенбай. Қадір түні қай күн екендігіне көптеген жаңа ғұламалардың артында пікірталастар бар. Бір кереметтілігі осы Қадір түнінде Рамазан айында, Рамазан айының Қадір түні күні Құран кәрім түсірілген. Жәбірейіл періште арқылы Мұхаммед пайғамбарымызға мінекей осы Құран түсірілген. Мұсылман қауымына қасиетті деп саналатын Қадір түнінде жамағат түрлі құлшылықтар жасап, нәпіл және қаза намаздарымен Құран оқып, тәубе етіп, кешірім тілеп, өзіміз және басқалар үшін дұға жасайды. Сондай-ақ бұл түнді рухани дүниемізді байытатын діни кітаптар оқып, діни сауаттылығымызды арттыруға бағытталған бейне фильмдер мен бағдарламаларды көрумен өткізуге де болады. Түннің барлығын ғибадатпен өткізе алмайтын кісілер тым болмаса түннің бір бөлігін құлшылық пен ізгі амалдарға арнауына болады. Кішкентай жас балалар, балиғат жасына жетпеген, ауру кісілер, әсіресе мынау ауруханада жатқан приемный покой дейміз ғой, былайша айтқанда тыныштық сақтауға керекті жандарға ол жаңағы жатардың алдын ниет қылып, дұғасын қылып, тілегін тілеп жатып, өзі сондай дәрігерлер кеңес болатын болса, сізге ұйықтау тыныштық керек десе, ұйықтағаны абзал болады. Ал енді жаңағындай өзін қинап, таң атқанша жаңағындай өзін қандай да бір қиыншылыққа ұшырататындай дәрежеге әкеп қоюға болмайды. Бұл түні таң ағарып атқанға дейін Алла тағаланың мейірімі төгіліп тұрады. Қияметте Алла тағала хикметімен емес құдіретімен амал етеді. Сол сияқты Қадір түнінде де Алла тағаланың құдіреті үстем болады. Ол түннің қадірін білгендерге Алланың мейірімі мен берекесі жауады. Ал одан құр қалмау адамның рухани серіктігіне байланысты. Риат Шони, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.